Қайырлы күн достар, мына видеоның соңына дейін қара, себебі сен секілді қиналып ауырсынғанда білікті маман консультациясын өтіп, рецепті сатып алғанмын. Сені мазалаған ауру лактостаз деп аталады, немесе сүттің сүт жолдарында қатып қалуы. Ол жақында босанған әйелдерде жиі кездеседі. Жалпы мазасыздықпен байқалады, температураның көтерілуімен, дірілдеп қалтыраумен, көкірек тұсының ауруымен жүреді. Я достар, осы рецепт арқылы бір түнде жазылдым. Сенбейсің бе? Жасап көр де комментария қалдыр. Ал енді рецепттің өзіне келер болсақ, оған екі ғана зат қажет: ұн және бал. Ендеше газдың астын жай қойып, біраз қасық балды ерітіңіз. Еріген соң отты өшіріңіз. Еріген балдың үстіне ұн сеуіп, қамыр болғанша араластырыңыз. Дайын болған қамыр қолға жабысқаны дұрыс. Келесі кезекте ауырып тұрған сүт безіңіздің үстінен қалыңдау етіп қамырды жағыңыз. Үстінен пищевая пленка және орамалды жауып қойыңыз да бір түнге қалдырыңыз. Ертеңіне арақты қайнатып, үстіне бинті немесе марлы тастап, компресс жасаңыз. Күніне 2 рет қолданыңыз. Бұдан да басқа қызықты видеолар көргің келсе, каналыма тіркел, ол мен үшін маңызды.